Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі 12-ші сабаққа қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы Your Actions, яғни біздің телефонымыз, проектіміз арқылы басқа адамдарға хабарласу, SMS жазу және камера қолдану. Бұл деген сөзіміз не? Бізде телефонда алдын ала жасалған кейбір программалар бар. SMS жазуда бөлек бір application, хабарласуда бөлек бір application. Біз оған бөлек application жасамай, сол телефонның мүмкіншіліктерін қолдануымыз керек. Солай қолданғанымыз дұрысырақ. Бірақ қайсында SMS екен, қайсында хабарласу керек екен, оны түсіндіру үшін белгілі бір функциялар жазу керек. Бүгін сол функциялар жазуды түсіндіреміз. Және камера қолдану. Бұл жерде базовый телефондағы ең көп қолданады деген үш бағытты таңдадым. SMS, звондау, камера деген сияқты. Негізі телефонда барлық басқа да программалар қолдансаңыз болады. Контактный данныйға, контактлардың списогын шығартуға, Bluetooth өшіріп қосуға, экранның жарығын сөндіріп қосуға деген сияқты, Wi-Fi-ді өшіруге деген сияқты, интернетті қолдануға деген сияқты. Осы үш бастапқымен қолдану арқылы ары қарай қалғандарын да солай қолданасыздар және өзіңізден ізденіп көресіздер деген үміттемін. Біз базовыйын көрсетіп шығамыз қазір. Сабақ жоспары осы Your Actions деген не? Және біздің қазір проектпен құрылғы арқылы хабарласу, SMS жазуды көрсетеміз және камерады қолдануды көрсетеміз. Камераны қолдану, өзімізде алдын ала сақталған фотоны қолдану, сол фотоны шығару және соған crop деген нәрсе бар. Кесіп, кішкене размерін кішірейту сияқты бір функцияларды үйренеміз. Хабарласу дегеніміз не? Хабарласу дегеніміз бәріміз білетіндей, кәдімгі телефон номер жазып, бір жерге хабарласу, иә. Мұндай, мысалы, делік бір сайтқа немесе бір жерге бір телефон номер сияқты сандап басқан кезде, астында хабарласу деген бізде не шығады? Функциялар шығады, иә. Осы функцияны қолдану. Және мысалы мынандай бір application жасап, мына жерге бір адам телефон номерін жазып, мындай кнопканы бассақ, кәдімгідей осы телефонды қолданып хабарласу функциясы бар. Біз қазір эмулятормен жасаймыз, және телефонның, компьютердің бетіндегі телефонмен істейміз. Ол кезде SMS жазу істеуі мүмкін, камера қолдану істеуі мүмкін, бір хабарласу істеуі мүмкін. Өйткені бізде SIM карта жоқ қой эмуляторда. Сол үшін тест жасағыларыңыз келсе, кәдімгі қолдарыңыздағы Android телефонға установка жасап, істеп көргендеріңіз дұрысырақ. SMS жазуды сондай, номер жазылады, SMS жазылды, send десек тура осы, мұнда жазылған сөз бар SMS-ке түседі. Немесе by default просто осы жер ашылады да, мына жерде қалған SMS текстін өздеріңіз қолмен жазатындай екі вариантпен жасауға болады. Және камера қолдану. Камера қолдану кезінде қай уақытта керек болады? Мысалы, делік сіз бір ойыншықтарға арналған бір не жасадыңыз? Осындай application жасап, ойыншықтардың суретін салу керек. Суретін салу үшін суретке түсіру керек қой. Сол суретке түсіріп, сол ойыншықтардың размерін кішірейтіп, crop жасап, соны сақтап, кейін оны серверге немесе базаныққа сақтасаңыздар болады. Толығырақ оқуларыңыз келсе, осы екі ссылканы қойдым, осыларды оқысаңыздар болады. Және бүгінгі өзімді сынау жұмысында мынандай алдыңғы жасаған проектімізді жалғастырамыз. Quiz tester деген, енді бізде мындай өзіміз жанұямыздағы адамдардың осындай дизайн жасаймыз. Мысалы, аты жөні, телефон номері, call, SMS, яғни хабарласу, немесе SMS жазу. Мұнда сол жанұяңыздағы адамдардың суреттерін қойсаңыздар болады. Сурет қоюды сіз алдыңғы проекттерден көргенсіздер, оны қолдансаңыздар. Және де осы адамға call десек, осы адамға хабарласады осы номеріне, SMS десек осы номерге SMS жазылады. Және мұнда камераның суреті бар, кнопкамыз бар. Осы кнопканы бассақ, мұнда бізде сурет шығатындай бір функция жасаймыз. Сіздерге өздеріңді сынау үшін басқа да дизайн, тура осы функциялар, бірақ кішкене басқа да дизайнмен мындай істесеңіздер болады. Ал ендеше практикаға кеттік. Практикада алдыңызда біз қай жерде қалдық? Біз логин activity-да my кабинетте болатынбыз. Алдында glide қолдандық, базанықты қолдандық. Енді список адамдардың списогын шығару үшін мұнда біз жаңа бір activity ашайық. Бөлек. Мұнда біз list activity дейік. List деген сөз, список деген сөз да. Адамдардың списогі деген сөз. Осы activity ашамыз да, осы activity-ға бірінші не істейміз? Дизайн жасаймыз. Мұнда келеміз да.
Дизайнымызда ең алғашқы бізде список болған үшін Java сайтта linear layout қолданайық. Linear layout. Так, мынау жабылмай қалды. Мында жабамыз. Orientation vertical береміз. Енді так, списокті көрейік. Мында общий бір linear layout болады, вертикальный қоятын, мынау бөлек бір layout болады. Бұл бөлек бір layoutқа relative layout қолданайық. Relative layoutпен так, wrap content дей тұрайық. Ең бірінші image view'ді қоямыз. Image view'ға біз 100 dp деп андай квадратный image view жасайық. Әртүрлі сурет болмайтындай. Енді осыған бір суретті қояйық. Бізде қандай сурет бар? User'ның суреті жоқ екен. Логоны былай қоя тұрсақ, жаңа бір сурет ашайық. Drawable ішіне. Пока временно интернеттен алмай, бұл жерден алып, ол суретті қолдандырсақ болады. Аккаунт. Давайте бұны емес. Аккаунт деп болмақты қолданайық та. Circle. Міне, осын қолдандырамыз. Мынақта серый болып тұр. Серый болса, біз қараға жасағымыз келсе, color деп Android'қа алып тастаймыз да, мына жерге қара қыламызда бір тексеріп көрейік. Қара болмады. Мына color'ды алып тастаймыз да, тағы тексеріп көреміз. Міне қара болды. Енді адам суретін қойдық. Біздің дизайнында қандай? Сурет, мына жерде аты жөнін былай кетеді. Кеттік. Енді аты жөнін қою үшін, мысалы бірінші имиджға не қоямыз? ID береміз. Бізде relative layoutпен жұмыс істеу үшін ID-лармен жұмыс істейміз ғой. User photo деген ID қоямыз. Ары енді text view қоямыз. Wrap content, текстқа ата дей тұрайық. Тексттің кішкене түсін өзгертейік. Қарағып, text size, бұл настройкаларды жаттап алған шығарсыздар уже. Так, size қылдық, text, енесігі text style'ды bold қылсақ болады. Енді біз не істеуіміз керек? Бұл тексті суреттің оң жағында қойып. Relative layout'ты оң жағға қойып қандай бар еді? To right of user photo. Оң жаққа барды. Так, width'қа match барды көп ұзынан ұзарта салайық, бұлай қарай. Так, енді осы text view'ді көшіреміз де атаға ID берейік. Ой, ID неге жазылмай ата? ID user name дейміз. Так, мұнда бізде енді екінші телефон номер болу керек. +7 747 бұның ID-ін біз ID user phone дейік. User phone бізде не болу керек? Below болу керек, to right of user photo тұрады. Below user name. User name астында тұру керек. Міне. Жасалды. Так, атын қойдық. Енді бізге, енді кнопкалар қой керек. Button, wrap content дейміз де. Text, ол button. Біріншісі call дейік, хабарласу. Ол дизайн өзгереді. Және жай істеп атқаннан кейін сондай болады. ID button call. Button. Мынау біз екінші SMS болады. Button SMS. Так, button call бізде. Мына match parent қылып жүріппіз ғой. Match parent деп бүкіл экранды жаулап алды деппіз ғой. Өсе көрінбей қалды. Енді call дегеніміз to right of деп мына екен көшіреміз де. Below username емес, user photo дейміз. User phone дейміз. User phone астына түсу керек. Мынанда тура осылай істейміз. Және to right of user photo емес, button call дейміз. Или button call'дың оң жағына барады. Міне, оң жағына барды. Так, мынаған left margin 10 dp деп кішкене берейік. Былай қарай созылсын. Так, суретке margin 10 деп берейік. Кішкене асқа түсіріп, әдемірек болсын. Міне, бәрі бір линияға түсті. Әдемі болды. Так, бір
адамды құрастырдық, ата деген. Мысалы, енді осы real layout'ты аламыз да, көшіреміз да, бір рет қоямыз, екі рет қоямыз. Өзім нақты список шығады бізде, тағы екі адамды. Бірақ не қате болады? ID-лар қате болады. Өйткені әрқайсында әртүрлі ID ғой. Мен қалай істеймін? Мына жақтағы Shift Alt-ты басып тұрамын. Может, сіздерде Shift Ctrl болуы мүмкін. Барлық ID жазылатын жердің барлығына барамын да, осылай басып қоямын. Бір жазумен барлығын өзгертеді. Бірде өзгертуге де әрқайсы өзгертіп жүрмеу үшін. Өйткені ID-лар дубликат болады. Барлығын басам да, ID-ның қасының барлығына бір дегенді қойсам. Мына жақта дубликат кетеді. Мына жерде бір деген қалып кетті. Мына жерде қалып кетті. Вот. Бәрі орнына түсті. Енді бұл жерде ата емес, әке деп қояйық. Немесе сіздер тікелей бір туысқандарыңыз аттарын жазсаңыздар да болады. Келесі мұнда user photo, name, ID жазылған барлық жерді бірінші выделить етіп аламыз. Бір рет жазу үшін, әрқайсысын бөлек-бөлек жазып жүрмеу үшін де. Бұл жерге 2 дейміз. Ой, қазақша жазылып кетті. 2 дейміз. Өзіне келді. Бұл жерге ана дейді. Бізде дизайн бітті. Ең соңында бір кнопканы қойып, камераның суреті шығатын бір кнопканы қояйық. Так, button камера деп өзгертейік бұны. button камера. Бұған камераның суретін ашуымыз керек. Сол үшін roll'a кіреміз да. Vector asset'ке. Так. Камера деген сөзбен бар ма екен? Мына бар екен камера деген сөзбен. Мына камера дегенді алып, басып, roll'ға қараны беріп, сөз басып, next. Finish дейміз да. Камераны көреміз енді. Олай ашылып тұрған. Енді бұл камераны мына кнопкаға осы камераны қолданамыз. Так, SMS деген алып тастаймыз. Бұның орнына background дейміз да. Камера. Камера drawable деген. Бұл жерде мұнда бізде кнопка тұр. Кнопканың дизайн өзгертісін background tint дегенді алдыңыз сабақта естеңіз болса, null деп өзгертіп салуымыз керек. Біздің өзіміздің дизайнды қою үшін. Бізде импорт шақырған кезде импортты шақыруымыз керек. Так, button left right деген барлығын алып тастаймыз да. Parent bottom деп ең астына апарамыз. Потом parent right деп true қыламыз. Сол кезде астына үстіне былай тұрады. Маған 70 тп 70 қылып квадрат жазып қойып. Nerede шығады қазір? Одан кейін margin 20 дп деп кішкене үстігіл кетейік. 70 деген көрінбей қалды. 100-100 қыла салайық. Бұл камерамыз басылғаннан кейін мына жерде бір сурет қойып, осы суретке көрінсін. Бұл суретті алып келіп қоя салайық. Суретті аламыз, көшіреміз. Біз соңғы релативларды қойып жатырмыз ба? Осы жерге қоя салайық. Камераның үстіне қоя салайық. User photo емес. Image view деп салайық. Бұл image view'ді match parent қыламыз. На весь экран тұрсын. Мұна жерде так source'ын алып тастаймыз. Біз камерадан қолданған суретті қоямыз бұл жерде. Пока тұра берсін, жай ғана дизайн көру үшін. Кейін алып тастаймыз соңында. Және below деп қай неге алып қоямыз? Call деген. Button SMS call 2 астына қойып, міне астында қойдық. Мына жердегі біздің суретіміз шығады. Мына суретті алып тастаймыз. Ал ендеше функцияға кірсек. Бірінші тек қана атаға хабарласатындай функциясын жасайық. Біреуін істеген екен ары қарай түсінікті болады деп үміттенемін. User photo керек емес бізге, username де керек емес, бізге user phone керек. Button call, button SMS керек. Осы телефон номерге біз хабарласуымыз керек. SMS жазуымыз керек. Суретпен
әзірше адам аты керек емес. Text view, ой. Text view дейміз да, user фонды бізде text view болады. Қалған мына екеуі бізде button болады. User phone тең болады. Find view by air.id.user phone. Енді button call басылған кезде set on-click listener дейміз да, new on-click listener дейміз да. Button call басылған кезде бізде intent деген арқылы intent деген бір метод шақырамыз. Сол баяғы intentіміз. Біз қазір бірақ окошкада өтпейміз. Біз intenттің басқаша түрін ашамыз. New intent дейміз да, мұнда біз енді класс емес, хабарласу деген меню функцияны жазамыз. Intent action түрлері көп. Send, screen on, там all answer, туда біз action deal деген хабарласу деген сөз, соны қолданамыз. Арғары енді қалай қолданамыз? Intent put set data деген несі бар. Ол жерге баны URI-ді жазымыз керек. URI.parse дейміз. ішіне string жазамыз. String'да енді tell дейміз. Да, мұнда телефон бір номер жазу керек. Кетті. Егер осы біз кнопканы қазір бассақ, осы номерге хабарласу функциясы ашылады. Tell деген сөз тура осылай айнытпай жазылу керек. Функция болған екен. Бірақ та қараңыз, мына жерде біз тек қана осы телефон хабарласпаймыз ғой. Біз user фонның телефон әртүрлі болады ғой. Сол үшін user фоннан get text деп соның текстін аламыз. Соған хабарласамыз. Және start activity дейміз да, intentті бере саламыз. Болды. Мына жерде хабарласу функциясы енгізілді. Енді тура осын көшіріп қоямыз да, SMS дегенді жасайық. SMS дейміз да. SMS-те енді URI-ді бөлек кішкене ашылу керек. Оның несі ұзақтау, жазылатыны кішкене ұзақтау болып тұр. Мына жақтаға send URI.parse дейміз да. SMS2 деген жазамыз. Мұнда телефон номер жазу керек. Біздің телефон номер қайсы? User фонын алып, get text дейміз. Мұнда action deal емес, енді action send to деген. Және келесі URI-ді мұнда беріп жүріміз керек. Енді SMS жаздық. SMS-те енді set data емес, URI деген бөлек бердік қой бұлай. Бұл жақта біз put extra деген методымыз бар. Put extraға біз не саламыз? SMS body. SMS body деген сөз жазамыз. Тура айнытпай осылай жазу керек. Не үшін? Мысалы, мына жаққа сәлем деген сөз жазсақ, біз егер қазірде осы кнопканы бассақ, SMS пен сәлем деген сөз алдын ала жазылып, дайын тұрып жіберіледі. Сәлем, сіз проектке тіркелдіңіз деген сөзді алдын ала жазып қойсақ болады. Яғни әр адамға бөлек сөзді қолмен теріп отырмау үшін алдын ала сөзді жазып қоямыз. Осылай. Және де start activity десек, осы номерге осында SMS пен сообщение бармайды. Просто сообщение жазылу деген неге окошкаға барады да, арғарай сіз сообщение отправить деген кнопканы бөлек басу керексіздер. Ол жақта сіз сөзді өзгертсеңіз болады, немесе адам атын өзгертсеңіз болады, басқаша нәрселерді жазсаңыздар болады. Немесе мына жерге адам атын қосып қойып, сәлем деп сол адам атын сезсеңіздер болады. Так, барын жасап болдық. Бұны тексеру үшін телефонға запись жасау керек. Біз конфигуратор жасай алмаймыз. Енді біз не істейміз? Камераны тексерейік қазір. Камераны қосуды істейік. Так, баттың камерамыз мына жерде кішкене ID-ін дұрыс емес жазыппыз. BTN камера дейді да. BTN камераны былай оқытайық. BTN камера. Так. BTN камера, енді камераны қолдану кішкене бұл сияқты оңайырақ емес, кішкене күрделі бір функциялар жазылады. Сол функциялар жазуға кірсек. Public void take photo деген бір методты ашайық. Мына кнопка басқан кезде ол take photo деген методқа кіру керек. Енді камера деген
Ол телефонда мысалы контакт қолданатын кезде, камера қолданатын кезде алдына рұқсат сұрайды. Байқасаңыздар, кейбір жерде рұқсат сұрайды да. Сол рұқсат сұрайтын функцияны жазуымыз керек. Ол сіз негізі Google айтады, типа, сіздердің рұқсатыңсыз телефондарыңыз кейбір функциялар қолданып жатыр деп, вирус деп программа соны жасатпай қоюы мүмкін. Сол үшін рұқсат сұрау функциясын енгізуіміз керек. Оны қайдан енгіземіз, қазір көреміз. Мұндай алдын ала жазылған кодты әкеп қойдым. Check permissions деген андай бір не бар, метод бар. Тура if-ті осылай жазылу керек. Мына жерде рұқсат сұрап жатыр. Алдыңғы сабақта айтқандарымызда бізде ішіне не отқанын білуімізде қатты қажет емес қой. Сол үшін андай check permission бар жоқ екенін осы if-пен тексеріп, осы код жазу керек. Егер осы болса false қайтарады, яғни permission берілмеген болса false қайтарады, а берілген болса телефон өзі сақтайды да. Мына жақта request жасап, камераны қолдануыма рұқсат бер деген сияқты рұқсат сұрайды. Осы екі менюді, осы екі методты жаздық та, метод шақырамыз. If check permission тексереміз, check permission false болса, осы методпен. Check permission false болса, request permission деген методты шақырамыз. Яғни permissionді бірінші алып кел дейміз. Else болса, яғни рұқсат бар деген сөз, онда біздің осында суретті оқытуды, суретті іздеуді бастаймыз. Енді бізде алдыңғы сабақтарда біз бөлек бір библиотека қолдануды үйренгенбіз. Осы камераға да ыңғайлы болатын бізде бір бөлек библиотека бар. Сол библиотеканы қазір мұнда қоямыз. Бізде мұндай crop image деген бір алдын ала жасалған библиотека бар. Осыны әкеп copy-paste жасап қойсаңыздар, немесе осы жерден болса, код болса жазсаңыздар, синхронизация деп жасаймыз. Және осы методты қазір класты қолданамыз. Оны қолдану үшін мына жаққа кіреміз да, crop image деген жазамыз, activity, и crop деп бір окошканы шығарамыз, камераның окошкасын шығарамыз. Және де бұл жерде бізде манифестке осы crop'тың activity ретінде енгізу керек. О, activity дейміз да, name'ға crop. Осылай жазылайық. Crop image бұл бөлек бір activity, кәдімгі дайын библиотека. Сол үшін біз манифестқа енгізуіміз керек. Енгіздік, build Gradle'да бітті, біздің библиотеканы тапты. Библиотека тапқан қайдан білеміз? Мұндағы қызылдар жоқ болды. Так, take фотоға кіреді, бірінші check permission тексереді, рұқсат бар ма жоқ болмаса, бірінші рұқсат алатын бір менюді шығарады. Рұқсат болса, мұна методқа кіреді. Бұл методтан енді суретті алған суретті қалай сақтайды? Он activity result деген бір метод бар, соны жазамыз. Міне, ол метод бізде осындай. Так, file Yuri деген жерге. Yuri. Yuri емес. Yuri, file Yuri деген ашамыз. Яғни біздің файлымыздың путін сақтайтын жер. Image view. Біз image view'ді оқытпадық. Image view'ді қазір алып келеміз да. Осынан оқытайық. Мұны біздің image view. Осыны алып келеміз да. Мұнда камерадан оқытқан нәрсені image view'ді осы суреттің бетіне шығарамыз. Image view. Мына не деген сөз? Мұна бөлек бір activity'ға өтеді. Activity өтіп бір суретті алғаннан кейін, оның activity result, то есть барып келген activity result'ын автомат осы методқа кіреді. Методқа кіреді да, request код crop image'ден барып келді ма, немесе басқа activity'ні алып келді ма, соны тексереді. Crop image'ден барып келсе, және код result окей болса, яғни сіз activity'ға барып суретті алып келуіңіз мүмкін, ол кезде окей болып келеді. Немесе activity'ға барып error болады, камера істемей қалады, немесе сіз back кнопканы, обратный кнопканы басып жібердіңіз да, ол кезде error шығарады. Ол кезде суретті ешқандай сурет қоймайды да. Сондай біз мұнда тексеріс жасап жатырмыз. Осыны жасап болған соң, окей басқан соң, сол бағана суреттің ссылкасын алады да, ссылка бойынша суретке, image view'ға бұлай қояды. Так, барлығын істедік, манифестқа салдық, оны activity result істедік. Енді қазір біз тексерсек болады, енді манифестқа list activity ашылсын деп соны істесек болады. Міне біздің list activity ашылған. Бізде қазір login activity ашылып тұр. Осы жерге list activity'ді өзгертіп қойып, алғашқы ашылған кезде сол ашылсын да, запись жасап тексеріп көрейік. Проектіміз установка жасап жатыр. Біз қазір button call SMS-і басып көрейік. Мүмкін істеп кетеді. Немесе істей алмаймын деп айтуы мүмкін. Бірақ камера істеу керек.
Мында қате болды. Button камерада локатқа кіреміз, мына жерге барамыз. Button камера null pointer exception дейді. Мына нәрсе пустой дейді. Көреміз, не пустой мүмкін. Button камераны көреміз. Мұнда ашылған, мұнда button камера find view by ID жазылмаған екен. Осыған абай болайық. Мұнда жазамыз да қайттан басамыз. Проект жасау оңай емес, кейде осында көп ошибкалар шығады. Бір ошибканы уақытта үйренуіміз керек. Ашылды. Мысалы, қазір бізде атада тұр. Call'ды басып көрейік. Жоқ, эмуляторда істелінетін сияқты. Мына істелінді. Телефонымыз тұр. Хабарласа аламыз қазір. Назатты басамыз. Ой, қайта шығып кеттік. Метод мұны біздің проектімізге келдік. SMS-ті басып көрейік. SMS-іміз істеп тұрма. Эмуляторда SMS жазылатын программасы жоқ сияқты. Немесе қазір жәймен деп ашылады. Бар екен, міне сәлем, сіздің проект. Сіз проектке тіркелдіңіз, SMS жазылып тұр алдын ала. Осыны бассам, осы SMS-қа кетеді. Супер. Енді нені тексере алды? Камераны тексере алды. Мынаны бір рет басқан кезде қазір не болатын? Мұнда мен алдын ала рұқсат беріп қойған екен бұл проектке. Сіздерге рұқсат сұрайды. Окейді нерде accept деген, немесе окей деген басасыздар. Және де мұнда келесін басқан кезде осындай менюға шығады. Яғни алдын ала сақталған суреттен аламыз, немесе камера. Камераны басып, енді бізде қазір эмуляторда камера көрсетілмейді ғой. Мынандай бір имитация сияқты бір камераны жасайды. Осыны суретке түсірген сияқты боламыз. Суретке түсірілді. Осыны таңдайыңыз. Телефон болса осылай кроп жасайды. Мысалы болса кесеміз. Мысалы мысықты ғана алайық. Енді өзінің бір мысығы бар екен. Алдын ала топ болған. Кроп деген басқан кезде біздің бағана кроп жасаған суретіміз мұнда сақталады. Міне біз қазір камераны қолданып үйрендік. Call'ды, SMS-ті бәрін қолданып үйрендік. Енді өздеріңіз өзіңді сынақ жұмысын істеп, ары қарай мынандай жаңа дизайнмен істетсеңіздер болады. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет.